Livewood компаниясы бір жылдың ішінде өз партнерларына $50 миллион төлеген екен. Партнер ретінде сетевой бизнесте. Так, ол статистика қайдан шықты? Соны қарайық. Мысалы, интернетте бизнес for home дейтін сайт бар. Барлық сетевой бизнес, бәрінің рейтинг бәрін көрсетіп тұрады. Компаниялар, әртүрлі жаңалықтар. businessforhome.org дейтін компания. Мысалы, Momentum Rank тарик. Қазір қай компания қай дәрежеде екен. Мысалы, қазіргі таңда Livewood 6-шы орында тұр. Енді бізге таныс компаниялар қарайық. Сетевой бизнестегі. Әзірге бұнда көріп тұрған жоқпын. Так. Livewood 6-шы орында тұр. Рейтинг бойынша. Greenway дейтін компания 48-ші орында тұр. Енді бұл жерде біреудің компаниясы төмен, біреудің компаниясы жоғары деген әңгіме емес, енді просто рейтингті көрсетіп жатқан. Herbalife 53-ші орында тұр. Бізге таныс компаниялардан. Енді тағы бір компанияға қарап жүрейік. MV 88-ші орында. Atomy 91-ші орында. Өзім білетін компанияларда. LR Health and Beauty бұратаныз 100-ші орында. Ендігі мәселе қарайық. Momentum Rank. Livewood компаниясы 6-ші орында тұр. Ендігі қарап көрейік. Осы сайтта жазылған Livewood компаниясы 50 миллион 23-ші жылы төлеген туралы. Енді бұл жерде бетті қазақшаға, орысшаға, қазақшаға бәрін аударып қалуыңызға болады. Переводчикпен. Енді мен сіздерге не көрсеткім келіп отырған. Мұнда мысалы кез келген компанияның қарап, ішінде ең мықты дистрибьюторлар бар. Соларды, енді спонсор дейді ғой бізде. Соларды қарауыңызға болады. Жерде ең мықты үздік 10-ға кіретін нелер. Ақша табатын көп ақша ішінде. Марат Тайкеш дейтін қазақ жігіті осы үздікке кіреді Livewood'да. Top Earners дейді. Ең мықты көп ақша табатындар. Так, мұнда деген бар. B8 айына $1,100,000 дейді. Оқты. Bir жылда $13,200,000. Бізге көрейік. Бізге Livewood керек. Livewood'та ең көп табатын Tim Miller дейтін. Бұл енді Livewood'қа дейін үйсіз, өзі инвалидный коляскада тамып отырған ақшасыз адам Livewood'қа келіп, айына $78,000 табады. Жылына жоғымен енді $936,000 деп тұр. Екінші Kelly Толлар, енді дұрыс айттым ба білмеймін, $20,000. Үшінші орында үздік 10-дықта Марат Тайкеш дейді, қазақ жігіт. $19,500 бір айда. Статистика бойынша енді $234,420 жылына. Енді бұл статистика жыл сайын өзгеріп отырады. Үздіктің ең соңғысын Раул Шарма дейді, индус. Енді хотя бы мен өзім, хотя бы бізге енді
$5000 осындай индустикінде $5500 айына тапсақты жаман емес деп отырмын. Осы көрсетейін дегенім. Бизнес for home дейді. Мұнда кіріп өздеріңіздің сетевой компанияларыңызды қарауыңызға болады, іздеп жерге search жазасыз, шығады. Livegood 6-шы орында тұр. Бір жылдың ішінде мына рейтингте 6-шы орынға тұру мынау компанияның қолынан келе бермейді деген ойдамын. Енді айта берсең, енді өзің компания емес, өзім жасап жатқан компанияны мақтай бергендей боласың. Бәріне де осы сайтқа кіріп businessforhome.org дейтін кіріп өзіңіз қарауыңызға болады. Ол Американың жан-жақтың тіркелген сетевой компаниялардың рейтингін қарауға болады. Әзірге осы.